Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен жылдам әрі тез дайындалатын кекс әзірлейміз. Менімен бірге болыңыздар. Барша қажетті заттарды описанияға жазып кетемін. 200 грамм май, не болмаса маргарин, үйдің жұмыртқасы болса 2, дүкендікі 3, 200 грамм қант, 200 грамм айран, 250 грамм ұн, жарты шай қасық сода қажет. Ең алдымен айранымызды ыдысымызға құямыз. Егер сізде қыжып тұрған айран болса, ол тіптен жақсы. Оның үстіне жарты шай қасық содамызды саламыз және де 5 минутқа қойамыз. Бізде осындай болуы қажет. Онан соң ерітілген сары майымызды құямыз. Оның үстіне қантымызды саламыз және бәрін жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды қосамыз да, тағы да миксермен қантымыз езіліп, барлық ингредиенттер жақсылап араласқанша араластырамыз. Оның үстіне через сито өткізілген ұнымызға 1 шай қасық қосқышты салып, жаңағы қоспамыздың үстіне өткіземіз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады. Қамырымыз қатты сұйық емес, қою болуы қажет. Дайын болған қамырымызды силикон ыдыстарға салып шығамыз. Және де оны тізіп қоямыз. 250 градуста пісіріп аламыз. 15-20 минут. Біздің кекстеріміз дайын болды. Өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Балаларыңызға жасап беріңіздер. Баршаңызға ас болсын.